заттар және олардың қасиеттері. Табиғат ресурстары. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Біз пайдалы қазбалар мен тау жыныстары, олардың қалай түзілетіні туралы білеміз. Пайдалы қазбалардың күнделікті өмірдегі маңызын түсінеміз. Қазбаларды өндіруден қандай зиян келетінін, оларды қандай заттармен алмастыруға болатынын анықтаймыз. Пайдалы қазбаларды қорғау жолдарын ұсынамыз. Ойланып көрейік. Тау жыныстары мен пайдалы қазбалар қалай байланысады? Пайдалы қазбалардың қандай түрлері болады? Қайдан алынады? Пайдалы деген сөзді қалай түсінесің? Суреттегі денелердің қайсысы пайдалы? Оларды қайдан алады және не үшін пайдаланады? Мұндай ресурстарды не деп атайды? Жер қыртысынан қазып алынып, адам қажетіне жарататын табиғи ресурс түрлері пайдалы қазбалар деп аталады. Пайдалы қазбалар жер астында да, жер бетінде де, тіпті су ішінде де болады. Оларға көмір, мұнай, газ, алтын, күміс, қорғасын, әктас, гипс, бор, гранит, ас тұзы сияқты ресурстар жатады. Жер қабығындағы пайдалы қазбалардың жиынтығын кен деп атайды. Оларды өңдеу арқылы металдар мен металл емес заттар алынады. Зертте. Үй салу үшін қандай пайдалы қазбалар қолданылады? Пайдалы қазбаларды түрлі әдіспен өндіреді. Жер бетіне жақын жатқан кенді экскаватормен қазып алады. Оны ашық әдіс деп атайды. Қазылған жерлерде үлкен ойыстар, карьерлер түзіледі. Карьердегі қазылған кенді экскаватормен мәшинелерге тиіп, өңдейтін орынға жеткізеді. Терең жер қойнауында жатқан кенді қазып алу үшін шахта жасалады. Бұл жабық әдіс деп аталады. Шахтадан өндірілген кен арнайы вагонмен жер бетіне шығарылады. Ал мұнай жер қыртысында қоймалжың күйде кездеседі. Оны бұрғылау әдісімен алады. Ол үшін мұнай шоғырланған жерді үлкен бұрғымен тесіп, сорғымен тартады. Есте сақта. Пайдалы қазбалар жер қойнауында болады. Оларды ашық әдіспен карьерлерден, жабық әдіспен шахталардан қазып алады. Сұйық күйдегі пайдалы қазбалар бұрғылау арқылы алынады. Ойлан. Пайдалы қазба өндіретін жерлердің қандай ұқсастығы мен айырмашылығы бар? Каналыма тіркел.